жасқайым. Қалағанымды алам, түсіндің бе? Лақтырыңдар оны. Патруль байланыста. Сауда орталығының есігін бұзып, ішіне ұры түсті. Осысың әлі өкінерсің. Шұлық жегіш ұрылар. Сценарийін жазғандар Павел Шрут пен Галина Миклинова. Өздері жазған кітаптың желісі бойынша түсірілген. Композиторы Филя Мишек. Продюсеры Онджей Тарян. Ата? Ұйықтап қалдың ба, ата? Мен таңғы асқа бірдеңе іздеп қайтайын. Қайырлы таң. Қайырлы таң, тамағыңды іш. Қане, тезірек ішіп ал. Шұлығымның бір сыңары қайда? Жаңағына осында жатқан, оны біреу жеп қойған шығар. Мен емес, менің шұлық жейтінімді қашан көрдің? Солай ма? Аяғыңа не киіп алғансың? Көріп тұрсың ғой, екі түрлі шұлық. Қолым босамай жатыр, балаға еміздік бере салшы. Бүгін балаларды сен алып қайтасың. Балаларды өзің алып қайт, менің кездесуім бар. Тамағыңды тауыстың ба? Ай, жарайсың. Шұлығыңның бір сыңарын таптың ба? Шкаптан жаңасын ала сал. Не боп қалды? Түк түсінсем бермасын. Жерге майды кім төккен? Тездет, кешігіп қалмайық. Тағы да сыңаршылық ба? Бұл үйде не боп жатыр өзі, а? Не боп жатыр? Түсінсем бермасын. Ата. Ата дейм. Біреуін жеші, тәуір боласың. Қолыңдағы не нәрсе Хуга? Шұлықтың бір жыбын бірақ әкелгенсің бе? Есіңде болсын. Ешқашан да шұлықтың бір жыбын әкелме. Білем, ата. Сәбидің шұлығы нәрлі тағам болғандықтан, сен ауырған соң бір жыбын әкелдім. Қане, жеші. Ай, балам-ай, мен сырқат емеспін. Кәрілік жетіп, қаусағанымнан болар шамасы. Уақыт келгенде кәрілер аспанға ұшып кетеді, бала.